1 2 3 4 1 2 3 4 Ассаламу алейкум, менің YouTube каналымның ағзалары. Бір басқаша бір бастаймын деймін ғой, сөйтіп экранына камераны қосқан уақытымда стоп беріп қалып та миымнен не қыл деп бастарын білмей қалдым. Сондай албырап қалдым қазір. Мен де бүгін жақпай тұғын қасиетлермен сөйлесеміз. Мен өзіме жақпай тұғын қасиетлерім туралы сөйлесеміз. Ал өсектайым видеоға көрместен бұрын лайк басамыз. Қарап отырмаймыз, уход. Менде сондай тонер, бұны жағып алдым. Ондан кейін сигаретка докторлардың 1,5 миллион сомлық. Ешқашан сенасын айтпай өтпеймін, себебі бір сигаретканы 1,5 миллион сомға алдық. Ал соңменен менде ең жақпай тұрған қасиеттің біріншісі мынау. Мысалға, енем айтады, бір жерге баратын болып қалып, материал, киім-кешек бір нәрсе, мысалға біреудің туылған күніне баратыр дейік. Мысалға, қайнағаның туылған күні болды, соған киім әкелу керек болды. Мен бараманда қарызға алып келемін. Сөйтіп уақыт өтіп, оны төлейтін уақытта сол қарызды бар екенін айта алмаймын. О не қарыз деп айтама деп қорқамын ба білмеймін. Мысалға бір жеп ішуге болсын, сондай бір нәрселерге болсын, қарыз қылып әкелемін. Уақыты келіп соған ақша сөрей алмай, я болмаса өзімнің айлығымнан төлесем, айта алмай жүремін. Сол ақшаны не қылдың, кәне айлығың үстіме, қайғырағым түсін, не қылдың деген уақытта сол айта алмай отырамын. Болмаса соны мен өзім ішіп жеп қойған жоқпын, я төркініме апарып берген жоқпын. Керек зат үшін пайдаланылды, бірақ соны үйдегілерге айтуға ұяламын. Мессарда, мысалы, мессар деген менің продукты майда шүйде алатұғын, мысалға үйге не керек, ақмай сақмай сондай алатұғын магазинім, сол жерден қарыз етемін. Сол уақыттың өтуімен төлену керек қой енді, қарыз еткен соң. Соны үйдегілерге айта алмай отырамын. Мен мессарда қарызым бар, ішіп жеуге алдық, неке әкелдім, үйге әкелемін сол нәрсені. Бірақ соны уақыт өтіп айта алмай отырмын. Сол менің өзімнің ең жақтырмайтын қасиетім сол. Ондан кейін яқ дей алмай қала беремін. Мысалға, бір жақылау адамдар менен қарыз сұрайды. Мен өзімде бай көрінетін шығармын, Құдайға шүкір, мен түрімнен сыртқы келбетімнен бай көрінетін шығармын, менен қарыз сұрайтылар көп та. Сигаретлер ашпайтын болдым. Сөйтіп, бірақ мен олар ойлағандай бай емеспін. Менде постоянно қасымда 100 мыңға дейін жүру мүмкін, бірақ ар жағында уәде бере алмаймын. Яқтағылар жылап атырғанына елестірмен шомылдырып атыр меніңше. Жақын адамым ақша сұрайды. Мен оған өзімде жоқ екенін, жоқ болса да, яқ менде жоқ дей алмаймын. Яқшы бір сұрастырып көрейін деймін. Менде жоқ еді, сұрастырып көрейін деймін. Ол адамды үмітлендіремін. Ол адам үмітлендіргеннен кейін адамдардан сұраймын. Біреу үшін біреулерден қарыз сұраймын. Сөйтіп, анадан сұраймын, мынадан сұраймын, тауа алмай, ішімнен қиналамын. Ал жоқ деп айтта қойсыш. Ең жақтырмайтын қасиетлерімнің екіншісі осы. Мысалға, сол уақытта жоқ деп айтсаң, менде жоқ еді-ау, әйтеуір болса беріп тұрар едім деп айтса, түсінеді ғой. Яқ жаңағының көліне қарап өліп тұрамын, онан ойлап қиналып тұрамын. Сөйтіп, өзіме ұнамайтын біреулерден ақша сұраймын. Оларда жоқ екен білсем, ләшсізді сұраймын, әйтеуір сөйтіп, бір кезде анандай болады, әйтеуір сұраған адамнан біреу беріп қалады ғой. Сөйтіп, оны алып, мынаяқтағы адамға беремен ғой. Сөйтіп, ол қайтарып бермей жүреді. Сөйтіп, мына адамға өзімнің қалтамнан төлеп, онам күйеуіме айтпай, айлық түскенде, я бір Forever Life'дан ақша түскенде сояққа төлеп, екі ортада өзім пысығам. Сондай күлерім болды, аны. Сілер менің қатемді еш уақытта қайталамаң. Сондай қасиетіңіз болса, тек жоқ өт жіберін қал. Яқ деуді үйрену керек. Сой, жоқ дейішіне өрген деген кітаптан болып шықтым. Онымен пайдасы тиген жоқ маған. Көлшекпен бе бір затпан. Ондайлар көлшек демейді ол. Настоящий туфой дейді. Сондай сілер настоящий туфой болып жүрмен қал. Одан кейінгі жақтырмай тұғын қасиетім, ең жақтырмай тұғын қасиетлерінің бірі олам. Мысалға бір адамды жаман десе, мен сол адамға тез сеніп қаламын. Мысалға мен қасымда, мынау сіз, мынау мен, сіз маған өлгенше бір достыңызды өлгенше жаманлайсыз, мен сол адамды көрмеймін, танымаймын, сонда да соны жаман көріп қаламын. Сондай мен сенің шеңмен анау мысалға мен миыме құя береді, жаман дейді. Мен ана адамға сенемін де, ол адам жаман көріп жүрмін. Көрген кезде мысалға менімен общинес, мысалға көрісіп, екеуміз бір танысып, жақсылап не қылып кетсек, мен анаған деген
ішімде бар. Себебі анау жаман деп айтты ғой, мен соған сеніп қаламын. Ол көзіңмен көрген жоқсаң, ол мүмкін өзі жаманлық істеген шығар деп ойламаймын да. Ойлаймын, бірақ миым соған ана көрген кезімде бәрібір ананы жаман көріп тұрамын. Менің жақтырмайтын қасиеттерімнің тағы бірі. Өзіме жақпайтын, мысалға соны отырып ойлаймын. Жаман болса пәленшеге жаман, саған не? Саған ешзат қылмаса, не себептен оны жаман көруің керек? Не себептен оған анандай болып жек көруің керек деймін да. Көрген кезде, көріскен кезінде ішімнен жаңағы баяғы адамның жаманлағанлары ядыма түсіп, жек көріп тұрамын оған. Сондай үшінші қасиетім сол. Ұлыма жақтырмаймын. Ондан кейін төртінші қасиетім бар. Ұлыма ақша жинай алмаймын. Мен тамақтан аямайтын келемін. Мысалға, жаңағыдай тамақтан үйге де продуктыны көп етіп аламын, мысалға. Тамақтан аямау керек қой, енді тым hadден тыс кетпеу керек та, мысалға. Ақша жинай алмайтұғыным менің ең бір нәзік жерлерімнің бірі. Ұлыма ақша жинай алмаймын. Ақша жинай алмайтындар болса, біз біргеміз. Не қылсақ болады, қалай жинасақ болады, сол ақшаны, мысалға, тауымнан кемші жоқ. Сауымнан кемші жоқ. Яман ұйқасып кеткен жерін қарасам, рас сондай. Қарап отырмай докторлардың кремін жағып жіберейін. Сауымам көп. Сөйтіп, ондан кейін мен тағы бір қасиетім бар. Мен көрсе қызар емеспін, бірақ керек зат болды ма, мысалға, қазір кухняма гілем керек. Енді сол гілемді алмағанша менің миым тыныштанбайды ал. Кухняма гілем керек, кухняма гілем керек, кухняма гілем керек, кухняма гілем керек. Мысалға, қазір менің бөліп төлеулерім бар, кредитлерім бар, төлеп отырған. Соларды қазір үстіне, оның үстіне тағы гілем алмай тұрсам болады. Яқ, мен сол гілем керек дедім бе, соны алуға алуым шарт. Болмаса нервым тыныштанбайды мен. Сондай дәрежеде сондай дәрежеде сабырсызбын. Мысалға, кірген жерге, отыратын жердікін кухняға, кухнянкін далаға, сөйтіп кірген жерге андай резинкігіне китайский гілемнен шықты, сондайдан алуым керек деп ойладым ба, енді сол неше айдан бері сол миымды айланып жатыр. Уже енем я болмаса күйеуім, әмеліп төлеріміз ала бер деп жіберсе болды, мен соны барып бөліп төлеуге алып келе жақпын. Елі де айтпай тұрыпты. Айтпағай құдайым, айтса тағы бір плюс бір кредит болады. Минус бір кредит деген жоқ. Плюс бір кредит болса болады да, минус бір кредит деген нәрсе болмайды. Сондайлар болса, ләжбанша өзіңіз түюға әрекет етің. Соңменен менің жақтырмайтын қасиетлерім сол. Маған ұстағанлар болса, комментарияға жазып кетің. Бірақ жаңағы ең жақтырмайтын қасиетлерімнің бірі, сабырсыз емеспін, мен сабырлымын. Жаңағыдай айтып не? Сол ойлаған нәрсені істеуім керек, сол менің ең ашепкі жерлерімнің бірі. Ал соңменен пікірлеріңізді комментарияға жазып кетің. Мощный өсек болды деп ойлаймын. Хаммеңді жақсы көремін, хаммеңді сүрметтесіз. Ендігі контентлерде өсек таймда көрішкенше сау саламат болың.